Стив Джобс, американдық өнертапқыш, бизнес-магнат, Apple корпорациясының негізін қалаушысы және директорлар кеңесінің төрағасы. Стив Джобс 1955 жылы 24 ақпан күні Калифорния штатындағы Сан-Франциско қаласында туылған. Биологиялық анасы ақ нәсілді американдық Джоан Кэрол Шибле және әкесі сириялық студент Абдул Фатта Джандали болған. 1972 жылы мектеп бітіргеннен кейін Стив Джобс Портлендте орналасқан Рид колледжіне оқуға түседі, бірақ алғашқы семестрдан кейін өз еркімен оқудан шығып кетеді. 1976 жылы Стив Джобс өзінің мектептен бергі досы Стив Возникпен бірге Apple компаниясын құрады. Компания өзі құрастырған компьютерлерді сатумен айналысты. Apple компаниясының жаңа туындыларын негізінен Стив Возник дайындайтын, ал Стив Джобс маркетолог қызметін атқарған. Стив Джобс пен Стив Возник дайындаған алғашқы компьютер Apple 1 болды. Оның бағасы $666.66 болды. Apple 1 және Apple 2 шыққаннан кейін құрастырушы жігіттерге біраз абырой мен атағы келді. Компания IPO арқылы алғаш рет биржаға шыққан соң Стив Джобс мультимиллионер атанды. 1985 жылы директорлар кеңесімен арада болған қақтығыстан кейін Стив Джобс Apple компаниясындағы қызметінен босатылды. Сол кезде ол Next деп аталатын компанияның негізін қалады. Аталған компания негізінен білім беру саласы мен бизнес нарығында қызмет көрсететін. Дегенмен 1997 жылы ол Apple компаниясына уақытша атқарушы директор ретінде қайта келіп, екі компанияны бірге қосады. 1986 жылы Стив Джобс The Graphics Group компаниясының иесі атанып, кейін оның аты Pixar деп өзгертілді. Осы киностудия үшін Apple Lucasfilms компаниясына $5 миллион жұмсаған, ал оның нарықтағы құны $10 миллион бағаланған болатын. Мұндай жағдай Джордж Лукастың қаржылай қиындықтарына байланысты болды. 2006 жылы Walt Disney компаниясы Стив Джобстан Pixar акцияларын $7,4 миллион сатып алып, Стив Джобс Disney компаниясының директорлар кеңесіне өтеді. Стив Джобс сонымен қатар Disney акционерлерінің ішіндегі ең ірі жеке тұлға болды. Оның меншігіне компанияның 7% өткен еді. Стив Джобс жалақысы ең кішкентай атқарушы директор ретінде Гиннес рекордтар кітабына кірді. Оның жылдық жалақысы $1 құрайтын. Атқарған жұмысына сыйлық ретінде Стив Джобс компания тарапынан $43,5 миллион тұратын Gulfstream реактивті ұшағын сыйға алды. Ұшаққа қатысты шығындардың барлығын компания өз жауапкершілігіне алды. Джобс көптеген жылдар бойы Beatles тобының жанкүйері болды. Сонымен қатар ол классикалық музыканы, әсіресе Бахты жақсы көрген. Барбара Стрейзандтың өнерін мұқият қадағалап, оның қатысуымен концерттерге және басқа шараларға жиі қатысқан. Стив Джобс ақш тарихында табысты компаниялардың бірін құрып қана қоймай, ұзақ жылдар оның басшыларының арасындағы ерекше тұлға. Apple интернет технологиялар жағынан әлемдегі ең ірі компанияға айналып, Microsoft-ты артта қалдырған. Apple негізінен өзінің ноутбуктары және iPhone смартфондары мен iPad планшеттері арқылы қалың көпшілікке танымал.